Сәлем қыздар, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Бүгінгі біздің блогымыз осы бір жілік еттің төңірегінде болады. Енді әркімнің әртүрлі өзінің әдіс тәсілі болады. Бұл жерде ешкімге ешнәрсе үйретейін деп жатқан жоқпын. Просто өзімнің қалай етті жайғастыратыным туралы көрсеткім келіп тұр. Ең алдымен мен осылай ет келгеннен кейін етін бірінші осылай сүйегі бар еттерді бөлек осындай үлкен ыдысқа тұздап, жақсап тұздадым, бөлек саламын. Және де еті бар просто мякітті былай қарай бөлек тұздап, жаңағыдай бөліп қоямын. Бұны енді тамаққа бөлетін кезде де, қазір жайған кезде де маған ыңғайлы болады. Және де пакеттерге салатын кезде де мен уже біліп тұрамын көлеміне қарай қанша тамаққа саламын, қаншасын фаршқа қолданамын деген сияқты. Ал майларын осылай турап алып, тапаға салып, не істеймін, мен тұшытып аламын. Тұшытып алған майымды осылай банкіге құйып қоямын. Бұл менен алдыңғы алған етімдегі осындай жылқының майы. Соны мен тамаққа бір қасық солай салмасам, біздің үйдің балдары май жемейді. Сондықтан осылай майын тұшытып, кәдімгі тамақ пісіретін кезде табиғи майға қуырмаш, макарон бірдемелер қуыратын кезде кішкенеден аздан осыдан қосып, осыдан пайдаланамын. Және де оның барлығын пайдаланып тастамай, қазір мен азырақ майды алып тұрмын. Бұл майды мен бауыр, мына жерде тағы да несі бар, жүректің еті бар. Соларды менен әсіп жасайтын боламыз. Мясорубкадан өткізіп, сол кезде майын қосып жүрсе өте жақсы болады. Так, менде бір пакет ішек қарын тұр. Ішек қарынды мен әлі жуып ашқан жоқпын. Айта кететін нәрсе, бұл жолы мен қазы жасамаймын. Қазыны алдыңғы неде жасаған едім. Еттің көбісі кетіп қалады ғой. Енді бұл жолы маған қазым болғандықтан қазы жасамаймын, әсіп жасаймын осылардан. Мынаны соған қосайын деп отырмын. Және де кішкене майым бар, ол ана жақта тұр. Ол жаңағыдай маған фарш жасаған кезде фаршқа қосуға керек болады. Неке осы. Ал енді сіздерге ұнап жатқан болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, сіздер қалай қолданасыздар, және де сатып алған ыңғайлы ма, сол туралы тағы жаза кетсеңіздер болады. Жалпы мен енді осы видеода өзімнің қалай етті жайғастыратыным туралы айтатын болғандықтан, сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізбен, кеңестеріңізбен комментарий бөлігінде жазып кетсеңіздер болады. Енді әрі қарай мынаны газға қояйық. Және мына етті неден өткіземіз, әсіп жасауға кірісеміз. Қазірше етті осылай мен қойып қоямын, пока мұздай жерге қойып, бетін жауып, жаңағыдай тұзы сіңгенше күтеміз. Ал оған дейін біз әсіп жасаймыз, және де мына қарынды жайғастыру керек. Ең азотты астын аз пәс қылып қойып, бетін жауып қоямын. Осымен енді бұған қарап тұру керек, өйткені асы күйіп кетуі мүмкін. Тұшытып алғанымшы. Пока осыны былай қоя тұрайық. Оған дейін енді ішек қарынға кірісейік. Мен енді мына жақта жуып, сыртын ішіне аударып алдым. Мен былай мынаны ішекті бөлек, несін бөлек мына жақта. Енді осыған мен қазір май қоямын, кәдімгі істе май қоямын. Сөйтіп жарты сағатқа қалдырып қоямын. Кәдімгі май құйып, осылай майды яғыслап, жаман неделіп кету үшін. Осылай жарты сағатқа қалдырып қоямыз.
Şimdi oған дейін мынаны көрейік. Майымыз не болып жатыр екен. Мына шажғалап. Қозғап тұру керек, ұмытып кетпей. Осының барлығы қазір не болып шығады. Ананас құсап қапты. Бас кесу керек тағы да. Осының барлығы өзінің майын бөліп шығарады да, мына шұжыққа айналады. Міне қыздар, біздің майымыз. Шығып жатыр. Егер үйде балдар май жемейтін болса, осылай тұшытып тамаққа қосып пайдалануға болады. Әрі пайдалы табиғи май. Енді біраз тұрды ма? Маймен өсіп. Қалған кезде үстіндегісінің бәрі шығады былай. Осылай жақсылап мұжып жуып тастаймыз. Шығып жатыр. Мен бұны кәдімгі тұзбен, содамен сөйтіп тазалайтын едім жақында. Тиктоктан осындай бір лайфхак көріп қалдым. Содан кейін соны пайдаланып жүрмін. Шынымен де иісі жаңағыдай жаман бір түрі жағымсыз несі тез кетеді, әрі тез тазаланады. Мұжып тастасаңыздар, таза болып шығады қазір. Мына қыздар аппақ болып, таза болып шықты. Енді мына жақта мен бауырды, өкпені, және мана майымызды, жүректі жақсылап турап қойдым. Бұл қазір менде мясорубкаға дайын тұр. Ет тартқыштан өткіземіз. Бұған еще пияз, тағы да сәбіз қосам, чеснок қосам. Оны процесс барысында тағы да көрсететін боламын. Мына біздің бағанағы табақта тұрған өкпе бауырымызды мясорубкадан өткізіп алдым. Оған чеснок, пияз қостым, және су, енді мына күрішінде жуып салдым, пісіріп алған жоқпын. Жаңағыдай күрішті жудым да кішкене тұрғызып, суда жібітіп, содан кейін салдым. Енді осыны араластырып, пішектің ішіне саламыз. Сонымен біздің асыбымыз дайын болады. Тұзын, бұрышын дәміне қарай саласыздар. Моншаға асып жасап, мінекей пішектің ішіне салып, отқа қойып қойдым. Тұз салып барлығын. Енді піскенін күтеміз. Майым дайын тұр. Енді бұны суып қазір ішіндегі шұжықтардың барлығын аламыз да банкіге сап қоямыз.